Масыма ниш және бел емтиханына дайындалып жүрген оқушы. Біз бүгін ниш емтиханына келетін сандық сипаттама пәнінен мына есепті талдаймыз. Сабақ басталмастан бұрын мен каналыма жазылып қойыңыз. Мен каналымда күнделікті сабақтар осылай салынып отырады. Яғни сіз емтиханға дейін қандай есептер келетінін сабаққа, яғни дайындық курсына бармай-ақ осылар арқылы дайындала аласыз. Салыстырыңыз дейді. Сандық сипаттамада жалпы қайсы үлкен, сол вариантты белгілейміз. Естеріңізде болсын. Сосын логика пәнінде 5 вариант болса, сандық сипаттамада 4 вариант болады. Мысалы, салыстырыңыз дейді. А қатары, Б қатары. 1 метр, сосын 200 сантиметр дейді. Енді өлшем бірліктері әртүрлі. Сондықтан біз өлшем бірліктерін бірдей жасаймыз. Метрге келтіреміз. 1 метр, ал 200 сантиметрді дегеніміз 1 метрде 100 сантиметр бар. Солай ғой? Сондықтан 200 сантиметр дегеніміз ол 2 метр деген сөз. 1 метр үлкен ба, 2 метр үлкен ба? 2 метр үлкен. Демек, 200 сантиметр үлкен. Б, 200 Б қатары. Жауабы А, Б қатары үлкен.